Сәлем достар, дәмі өте керемет. Қылша, сәбіз, чеснок, капуста оңай ингредиенттермен жасаймыз. Дәмі өте керемет. Сәлем достар, бүгін біз сіздермен қызылшадан үй жағдайында салат жасаймыз. Дәмі өте керемет, әрі оңай ингредиенттермен жасаймыз. Ол үшін бізге керегі сәбіз, чеснок, қызылша, картоп, капуста, горох және майонез. Бұл салатқа чеснок қосатын себебі дәмі өте ерекше, дәмді болып шығады. Ал ендеше салатымызды бастаймыз. Ол үшін бізге мынандай терка керек. Барлығын теркіден өткіземіз ұзын-ұзын етіп. Ал енді үстіне қызылшамызды өткіземіз. Қызылшаны алдын ала пісіріп аламыз. Мынау картошка фри емес. Картошка фриге ерекше дәм береді. Горохты кішкене суымен қосқан сочный шығады. Ең соңында майонез қосамыз. Мінекей салатымыз дайын. Тез әрі жеңіл. Үйдегі барлықпен. Мінекей салатымыздың дәмін менің Аяла деген қызым көретін болады. Қалай екен Аяла? Күшті ме? Дәмі өте керемет. Мінекей достар, салатымыз дайын. Түсі де өте әдемі, иісі де мұрын жарып тұр. Егер де сіздерге ұнаса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.